Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тағы да бет күтіміне арналған пайдалы бір рецептпен бөлісетін боламын. Сіздер білесіздер, менің каналымда көбінде үй жағдайында доступны, яғни қолжетімді продуктымен, азық-түлікпен қалай үй жағында бет күтуге болады, маскалардың сан алуан түрлерімен бөлісемін. Егер де сізге осындай пайдалы ақпараттар қызық болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Сол кезде сіз жаңадан түсірілген ақпараттар мен видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер де видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, арасында мен тағы да лайфхактармен бөлісіп отырамын. Сол үшін сіздерді менің каналымда күтемін. Ал біздің бүгінгі тақырып бетке арналған лосьонды қалай жасасақ болады. Ал бүгін біздің жасайтымыз лосьонымыздың жолы өте оңай, және де оған керекті ингредиенттер барлық дүкендер мен дәріханаларда сатылады, яғни өте қолжетімді. Және де бүгінгі біздің жасайтын лосьонымыздың барлық беттің келбетке бола береді, яғни сезімтал, құрғақ, майлы деп бөлінбейді, барлық бетке келе береді. Сол себепті осы лосьонды қорықпай жасасаңыздар болады. Оған керек бізге ең алғашқы ингредиент ол миндаль майы. Сіздер менің каналыма подписаны болсаңыздар, мен миндаль майы жайлы толығырақ ақпарат беріп өткенмін. Миндаль майы ол барлық аптекаларда, дәріханаларда сатылады, бағасы шамамен 600-800 теңге тұрады. Осы май біздің бетіміз, сіздің бетіңіз құрғақ болса, оны ылғалдандырады, жылтыратады, және де кешке дейін өзінің ылғалдығын сақтап тұруға жақсы көмектеседі. Негізі әр әйел адам заты бет күтіміне қатты көңіл бөлетін, үйінде міндетті түрде миндаль майы болу қажет. Миндаль майының өзіңіздің қалаған, сізге ұнайтын маскаңызға шамамен 10-15 тамшы тамызатын болсаңыз, ешқандай кері әсерін бермейді. Керісінше бетіңізді жақсартып, айтып өткендей майлы беттерді майлысын өзінің нормасына келтіріп, құрғақ беттерді де жаңағы ылғалдығын ұстауына жақсы көмектеседі. Осы майды пайдаланғаннан кейін бетіңізге тоналка жақсаңыз, ол қабыршықтанып, тоналкаңыз жинай алмайтын болады. Сол себепті қорықпай пайдалана беріңіз. Ал келесі бізге екінші ингредиент керек, ол қияр. Қиярды барлықтарыңыз білесіздер, адамның ағзасына, ішкі ағзаға өте пайдасы мол, және де дәл солай сыртқы бетке де беретін пайдалары, дәрумендері өте көп. Негізі қиярдан сан алуан түрлі маскалар, сывороткалар, тониктар, молочколардың түрін жасауға болады, және де айтып өткенде қиярдың ешқандай бетке берер кері әсері жоқ. Керісінше ол бетіңізді ылғалдандырады, өзіндегі жаңа құрамында көп дәрумендермен бетіңізді қамтамасыз етеді. Сол себепті қорықпай жасасаңыз болады. Мысал ретінде сізге бір лайфхак: таңертең ұйқыдан тұрған кезде қиярды салқын тоңазытқыштан шығарған қиярмен бетіңізді сүртетін болсаңыз, жаңағы түнімен жиналған артық майларды кетіріп, бетіңізді ылғалдығын көбейтуіне жақсы септігін тигізеді. Ал таңертең көзіңіз ісіп оянатын болса, қиярды жаңағы суық күйінде көзіңізге қоятын болсаңыз, дәл солай көзіңіздегі отекті алатын болады. Ал біз енді тонерді жасауға кірісейік. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен қиярымызды жақсылап жуып тазартып аламыз шаң тозаңнан, және басын және аяғын алып тастаймыз. Осы қиярымызды өткізгіштен деп мені комментарияда түзеп жатыр. Қалай дұрыс айтылатын кішкене шатас қалуы мүмкін. Сол үшін осындай теркадан өткізіп аламыз майда көзінен. Қабығын ашымаймыз. Қабығында да қиярдың дәрумендер өте көп. Және де сіздерге тағы бір лайфхак. Сіздер егерде асқазаныңызда отравление, яғни тамақтарыңыз қорытылмай, не болмаса бір тамақ сізге жақпай қалған болса, қиярды 2-3 данасын жейтін болсаңыз, асқазаныңызды жақсы қорытады. Ал қиярымызды теркадан өткізіп алдық, енді бізге қиярдың тоник үшін суы қажет болады.
Ол үшін осындай негізі сізге қайсы ыңғайлы сеткадан өткізіп алсаңыз болады, не болмаса малевый тряпкаға салып, сығу арқылы суында шығарып алуға болады, не болмаса выгружной блендер арқылы, погружной блендер арқылы да жасауға болады. Өзіңізге ыңғайлы жолын таңдаңыз. Ол үшін мен сеткамен жасаймын. Осыған салып, осылай қиярдың суын шығарып аламын. Және осыдан қалған осы сеткадағы қиярымызды лақтыруға асықпаңыз. Одан да басқаша қазір ингредиенттің түрін айтамын, не қосып маска жасауға болатынын. Ал біздің жаңағы қиярдың суы дайын. Енді біз оған айтып өткен миндаль майының шамамен 10-15 тамшысын тамызып аламыз. Екеуінің қосынды реакциясы тоникке айналады. Яғни қиярдың суы шырынымен жаңағы миндальдың майы беттің құрғағын алып, беттегі артық лас кірлерді тазалап, бетіңізді макияжға дайындайды. Тониктің негізінде егер сіз таңертең сүртетін болсаңыз, бет қолы жуып болғаннан кейін жарты сағат боянардың алдында бетіңізді сүртіп, тазартып алып дайындауға жақсы көмектеседі. Маймен жаңағы қиярдың шырынын араластырып, осы дайын болған тоникті бетімізге жағып шығамыз, сүртіп шығамыз. Ал біз дайын болған тонермен мен бетімді осындай қарапайым мақтамен сүртемін. Мен кешкісін тонермен бетімді сүрткен кезде жумаймын. Жатар алдында міндетті түрде осымен бетімді сүртіп шығамын, жумаймын. Ал таңертеңгісін боянар алдында жарты сағат бұрын жағамын және сәл ғана сумен бір ғана шайып өтемін. Мына осылай жағып шығамыз. Уақытыңыз көп болса, жарты сағаттай бетіңізде ұстасаңыз болады. Ал уақытыңыз шектеулі болса, 20 минут жеткілікті, 15 минутта жеткілікті. Бірақ бұл масканы тонерді күнде жасау қажет. Ал енді біздің осы тонерді әрмен қарай күнделікті пайдалану үшін мен осындай арнайы шыны ыдысқа қақпағы бар құйып тоңазытқышта ұстаймын. Бұндай шыны ыдыстарды Zeta дүкенінде сатады. Ал екінші рецептіңді жасалу жолы өте оңай. Осы біздің дайын болған қиярдың суына және миндаль майына кішкене ғана сүт құятын болсаңыз, ол молочкоға айналады. Молочконы тонермен сүртіп болғаннан кейін 15 минуттан кейін осы молочкомен сүртетін болсаңыз, дәл солай бетіңіз ылғалданып, құрғақ бетіңіз кішкене өзінің жаңағы ылғалдығын сақтауына көмектеседі және де макияжға бетіңізді жақсы дайындайды. Сол себепті осы екі ингредиентті жасап тоңазытқышта ұстасаңыз, ешқандай зияны жоқ. Мұны осылай сүртіп дайындап қоямыз. Енді қазір жарты сағаттан кейін бетімді жуып, боянып жұмысқа бара беруге болады.